Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның тағы да бір әсем сөзі бар. Алланың кешірімі жайлы. Қияметте бір кісі Алланың алдында жауап беруге шақырылады екен. Бүкіл дүйім жұрт тұр, адам атадан ең соңғы өлген адамға шейін. Бәрі тұр. Ойласаңыз, ана жерде масқара болсаңыз, бүкіл халықтың алдында масқара боласыз. Ата бабаңыз да, сізден бұрынғылар да, сізден кейінгілер де тұр. Адамды шақырады жаңа деген. Шақырып болғаннан кейін жаман сөздері қараса кітабы екі түрлі. Бір беті қара, бір беті ақ. Сұрайды, мынау қарасы несі дегенде сенің жасаған күнәларың дейді. Ағы несі десе мен сенің жасаған жақсылықтарың дейді. Содан енді анау халық мені байқамасын деп ақ кітабының ақ жағын ашып оқи бастайды. Әр оқыған сайын нұрланады, мақтанады. Бірақ ақ парақтары да таусылады. Содан қара парақтары келеді. Біртіндеп оқыла бастайды қара парақтары да. Мынандай күнә жасадың, ананың ақысын жедің. Мынаған жаман сөз айттың, анадан сөз тасыдың. Мынандай болды, анаған әділетсіздік жасадың. Соның бәрі бірме бір оқылып жатады. Әлгі адам басы салбырағаннан иіліп жатыр. Ол да бітеді. Сосын басын көтереді. Басын көтеріп қараса, Алланың алдында жалғыз өзі тұр. Мынау күнәлардың бәрін мен істедім, мойындаймын. Маған жаза беруден бұрын бір сұрақ сұрайыншы. Иә. Мен жаңалде жақсылығымның бәрін оқып жатқанда бүкіл халықтың алдында тұрғанмын. Бәрі көріп тұрған мені, бәрі естіп тұрған. Енді жамандықтарымды оқылып жатқанда байқасам, жалғыз өзім тұрмын алдыңда. Бұл неге депті? Сонда Алла тағала айтады. Сен дүниеде білесің ба? Не жасасаң да жамандығыңды көрсетпейтін едің, жасыратын едің, қорқатын едің депті. Сонда айтады, я Аллахым, мен жасырдым, бүкіл жамандығымды жасырдым. Ешкімге мақтанып айтқан жоқпын. Ой, ана пәленше екеміз кезінде пәлен деген қыздарға бардық. Түгенше екеміз шіркін арақты былайда іштік. Немесе анау пәленшелермен бірге ана жерден ұрлық жасадық, керемет байдық. Олай айтқан жоқпын. Ол күнә екенін білдім, жасырдым дейді. Не күнә жасасам да сенен қорықтым дейді. Сонда Алла тағала айтады. Сол қорыққаның үшін, мені танығаның үшін, бүкіл күнәңді кешірдім дейді. Сонда дейді, бір жаршы тұрып, бүкіл халайыққа жар салады дейді. Уа халайық, пәленшенің ұлы пәленше жәннатқа бара жатыр дейді екен. Жәннатқа бара жатыр. Не деген қуанышты хабар десеңші.